Әсем бетін басып жылауын үдете түсті. Анасы соңынан бірнеше рет айқайлап шақырғанымен Асқар артына қайрылып қарамастан лифтпен төмен түсіп кетті. Есікті жауып жатып, үдере қараған немерелерін жұбата бөлмелеріне жіберіп, өзі келіннің жанына келді. Балалары келіп, анасы да отырған соң, Асқар сәл болса да ойынан айнып, кешірім сұрар деген Әсемде сәл де болса үміт болып еді. Үміті ақталмай, керісінше ол әйелді ашық анасының алдында мойындағаны Әсемді қорлағандай көрінді. Жүрегі жараланып, ашудан жан-жағын қиратып тастағысы келген Әсем, енесі отырған соң өзін қолға әзер ұстаған болатын. Ашудан енесінің айтқандары құлағына кірер емес, тек жылаумен болды. Әбден әлі құрып шаршағанда өзіне келген еді. Енесі шай қайнатып, Әсемді үстелге шақырып, екеуі оңашада ұзақ сөйлескен болатын. Дәл қазір ең жақын жанашыр жан енесі болып көрінді. Жас кезінде болған өзінің басындағы жағдайларды әңгіме етіп ұзақ отырды. Әсем енесі қайнатқан күрең шайды ішіп, әңгімелерден көңілі сәл болса да көтеріліп қалған еді. Кеш те батты, Асқардан сыбыс жоқ. Өздері сөйлесе тамақ ішіп, енесі сериалын көріп, балалары ойымен алданып отырған соң, Әсем құрбысына хабарласты. Болған жайды жеткізіп, екеуі ұзақ әңгіме құрған еді. Әсем бағанағыдай емес, сәл де болса өзіне келіп қалған. Асқар сол күні келмеді. Ал Әсем болса түнімен көз ілмей ойланып, бір шешімге келген болатын. Таңертең балаларын мектепке жеткізіп тастап, өз енесіне шай беріп отырып, қабылдаған шешіммен бөліскен еді. Мама, мейлі Асқар екінші рет үйленсе үйлене берсін. Мен ажыраспаймын деп шештім. Балаларым әкесіз өспесін. Осы қадамға солар үшін барып отырмын. Дұрыс жасадың, қызым. Саған оңай тимегенін білемін. Бірақ балаларың үшін жасап отырған шешімің өте дұрыс. Сен алаңдама. Мен сені әркез қолдаймын. Анаң марқұм жаныңда болса, ол да солай айтар ма еді. Өте жақсы адам еді жарықтық, деп көзіне жас алды. Әсем енесін жұбатып, қолынан сүйіп қыса, енесі де Әсемнің маңдайынан сүйіп, бауырына басып жатты. Екеуі шай ішіп бола түске қарай балалары келіп, Әсем балаларын ертіп, енесі бәрі бұрынғыша қыдырып сыртта жүрді. Бүгінгі күнді көңілді өткізген еді. Сатып алған заттарын көріп, өздері у-шу болып жатқанда Асқар келген болатын. Есікке сүйеніп тұрған Асқарға Әсем жүре сөйлеп, жақсы Асқар, мейлі үйлене бер. Оған шамаң да ақшаң да жететінін жақсы білемін. Бірақ осы үйді менің атыма аударып бересің. Балалардың атына есеп ашып, ақша аударып қой. Сосын мен өз кәсібімді басасам деймін. Осы жағында қарастыруың керек. Әсемнің құйып берген кофесіне қант қосып, қасықпен араластырып, басын көтере әр қимылына қараған Асқар Әсем сөзін аяқтағанша үнсіз тыңдап отырған еді. Тым көп емес, осы тірліктер қолынан келеді деп ойлаймын. Кофені бір ұрттап алып, кесені қойып, дәмін тілімен сезіне сөйлеген Асқар, сен шынымен де келісіп отырсың ба? Керемет, саған жомарттық өте жарасады. Бәрі сен қалағандай болады, уәде беремін. Мені қолдағаныңа рахмет деп, кофені соңына дейін ішіп, орнынан тұрған болатын. Оңашада өздері сөйлесіп алсын деп анасы сөздеріне араласпаған еді. Асқардың ас үйден шығып бара жатқанын көріп, Асқар ұлым, асықпай ойланып алып шешім шығар. Балаларың мектепке барады, сенің көмегің керек. Әйелің болса жас әп-әдемі. Саған не жетпей жүра? Мама, Әсем өзі келісіп отыр. Балаларға арасында келіп тұрамын. Ақшалары болады, үйлері бар. Неге бәрін қиындата бересіздер? Балалар есейген соң өздері түсінеді. Болды, мен кеттім. Әйеліне қарап, Әсем, ертеңнен бастап сенің айтқандарыңды істейтін боламын. Балаларын құшақтап сүйе, бөлмелеріне жіберіп, анасы мен Әсемге қарап, жақсы, онда мен кетейін. Мама, өзіңізге қараңыз. Әсем, саған ертең хабарласам, сау отырыңдар. Есікті жауып кете берген соң, Әсем үстелге сүйеніп отыра кетті. Енесі жанына келіп жұбатпақ болып еді. Мама, менде бәрі дұрыс, уайымдамаңыз. Қызым, бұл да уақытша өтіп кетеді, мықты бол. Балаларың жаныңда, мен де жаныңдамын.
бірге өтеміз, тек еңсеңді түсірме. Асқар алаңсыз кілтін айналдыра сыртқа шығып, көлігіне отыра телефонын шұқылап кетті. Бар ойы тоқалы болатын әйелге қымбат сыйлық жасамақшы. Әрі-бері қарап, ғаламтордан ештеңе таппаған соң, арнайы әшекей бұйымдар сататын жерге келді. Бутиктерден таңдап отырып, жылтыр тастары бар алтын сырға алуды жөн көрген еді. Сыйлығын алып, қолына гүлімен ғашығына жетті. Сәнді көйлек киіп, дастарханды толтырып тастаған сары шашты әйел Асқарды күле қарсы алды. Асқар Алманың жалдамалы пәтерінде тұрып жатқанына 10 шақты күн өтті. Қалаған уақытында қыдырып, бақыттан бас айналып жүргенде, уақыттың қалай тез өткенін сезбегенде еді. Әдеттегідей таңертең тұрып, душқа бара жатқанда Әсем телефон шалып, жұмыстарын бітіруге қашан келетінін сұрады. Өзі хабарласатынын айтып, Асқар телефонын қоя салды. Таңертең ерте салонға кеткен Алмадан хабар жоқ. Асқар ас үйдегі иісі мұрынды жаратын Алманың пісірген дәмді тағамдарын жеп отырып, өзін көңілсіз сезінген еді. Балаларын сағынды ма? Әлде Әсем хабарласқан соң өзін кінәлі сезінді ме, жүрегі дүрсілдеп, отыратын орын таппай, ары-бері сандалып жүрді де қойды. Осы сәтте қолында азық-түлік салған пакеті бар Алма да үйге кірген болатын. Өзін ең шебер әйелдей сезінген Алма Асқардың алдында бар өнерін көрсетіп әлек. Көңілінен шығу үшін жылы сөздерді де аяған емес. Асқардың жабырқаңқы күйін байқаған Алма, батырым, қандай мықтысың, қолдарың сондай қатты, саған жарасады, сондай идеалсың ғой деп мақтау сөздерін жаудыра, қандай тамақ жегісі келетінін де сұрап қойды. Асқар көңілі түскенімен Алманың сөздеріне семіре керіліп, жақсылап манты түйіп берші жаным, сен сондай дәмді пісіресің. Алма келсе кетіп, кешкі асқа манты пісіруге кірісіп кетті. Ал Асқар әдетінше диванда жатып, теледидарды пультпен ауыстырып отырған еді. Қолына телефон алып, бұрынғы суреттерін ақтарып кетті. Естелік естен кете ме? Әсем мен балаларымен түскен суреттерді көріп, әдемі сәттері көз алдынан елестеп өтті. Есіне оралған сайын әр жерден отбасының жылуын іздейтін болды. Алдынан жүгіріп шығатын балаларын сағына бастады. Ертең Әсемге үйді атына аудару үшін барып, балаларын көріп қайтқысы келді. Қалаған әйелдің жанында отырып, тамақ ішсе де, улап шулаған отбасы әлдеқайда артық көрінді. Таңды көзбен атырған Асқар ертерек тұрып, Алмаға бүгін балаларының жанында болатын ескертіп, таңғы асын асыға ішіп үйден шыққан еді. Дүкенге барып, балаларына сыйлық ала, түс ауа үйіне де жетті. Әсем есікті ашып, Асқар екенін көре, үйге кіруге рұқсат берді. Балалары әкелерін көріп, қуанып, әдеттегідей мойнына асылып жатты. Асқар да қатты сағынған екен. Ұл мен қызын жібергісі келмей, ұзақ құшақтады. Асқар шыға бере Алма телефонын алып, әпкесімен сөйлесуге кірісті. Амандық саулықтан кейін бірден өздерінің әңгімелеріне көшті. Ойына бәрі жиналған Алма демін ішіне тарта, мына шалдың көңілін табамын деп шаршадым. Өзі бір жүрген қырсық біреу. Шыда енді, ас қалды. Соңғы кездері көңілсіз, балаларын ойлап жүрген сияқты. Онда тездетіп іске кіріс. Осылай жалғаса берсе, дымсыз қаласың. Неден бастасам екен? Үйленеміз деп жүр. Ол әрекетке жеткізбей, ертерек іске кірісуіміз керек сияқты. Аяғың ауыр дейсің бе? Сондай бірдеңе айтып, істі бастасаңшы. Бастысы ауылдағы фирмасын сенің атыңа жазатындай болсын. Болмаса үй алып беретіндей қыл. Ол ондайға келсет дейсің бе? Тұрған үйін әлі күнге әйелінің атына жазбапты. Ал сен көндір, сеніміне кір. Әйелінен алыстат. Бірінші рет емес қой. Жарайды, көндірерміз. Басқасын қатырғанда бір шал сөз болып па, деп телефонын қоя сала, Алма қалай істеу керектігіне бас қатырып, Асқар келгенше жоспар құруға кірісті. Асқар отбасымен арқа-жарқа болып, шай тамақ ішіп, көңілі көтеріліп қалды. Қанша уақыт өтсе де кетуге асығар емес. Бүгін кеш болған соң құжаттарды кейінге қалдырған. Ыстық сезімде қимастықпен отырғанда Алманың қоңырауы бәрін бүлдірді. Отбасымен қоштаса шыққан Асқар телефонымен сыртқа шыға сөйлесті.
Жақсылап образға кірген Алма әдемі сөздермен арбап әлек. Жылы сөздерге иландырып алды ма, Асқар Алмаға жетуге асықты. Үйді безендіріп, әдемі көйлекпен Алма тағы да Асқарды таң қалдырған еді. Әдемі көріністен есін жоғалтқан Асқар Алманың кез келген тілегін орындауға дайын болатын. Асқарды буымен риза қылып, Алма әрекетке көшті. Басын салбыратып, көңілсізденіп, тырнақтарын тістеп, уайымдап тұрған адамның кейпіне енді. Алманың көңілі түсіп кеткенін байқаған Асқар бірден не болғанын сұрап әуреге түсті. Көздеріне жас ала Асқарға қараған Алма: «Жаным, менің аяғым ауыр. Біздің баламыз болады. Бірақ менің жағдайым жақсы емес. Не үйім жоқ, не күйім жоқ. Балама қалай қамқор болатынымды ойласам, көңіл күйім түсіп кетеді». «Не? Аяғың ауыр ма? Жақсы жаңалық қой. Қашан білдің?» «Таңертең, сен кете өзімді жайсыз сезіндім. Біздің баламыз бола ма? Керемет. Сен уайымдама. Денсаулығыңа көңіл бөл. Қалғанын маған тапсыр». Асқар ойламаған жерден тағы да әке атанатынына қуанышты. Жақсы жаңалық бетіне су шашқан адамдай есін тез жидырды. Өзінің басында тындыратын көп іс тұрғанын көріп, ертеңнен бастап іске көшу керек деп шешті. Ал Алма болса, бір жоспарын жүзеге асырғанына қуанып, екінші жоспарын жүзеге асыру үшін дайындалып жатқан. Ол үшін Асқардың қатты ұйқыға кеткенін күтіп жатты. Бағана оның телефонын қолына алып көріп еді. Бетінде бұғат қойылғанын көріп, Асқарға еркелеп бұғатын сұраған болатын. Көңілі күтпеген сыйларға толып, қуаныштан жарылғалы отырған Асқар Алманың бетін қайтарғысы келмей берген еді. Түнімен көзілмей жатқан Алма, Асқар қорылдап ұйқыға кете бере, жанындағы төмпешікте тұрған Асқардың телефонын ала, ақырын басып әжетханаға кіріп кетті. Каспий кезеттегі Асқардың банк есептерін тексеріп, ол жердегі бұғатты аша алмаған соң, телефон номерін бақылай бастады. Әйелім деп сақталған Әсемнің номерін жазып алып, WhatsApp-ындағы кім мен не жазғанын тексеріп шықты. Ештеңе таппаған соң, қайта орнына қойып жатып қалды. Асқар бүгін ширақ тұрды. Кешегі жағдайлар оған бір жаңа серпіліс бергендей. Таңғы ас үстінде Алма мен ойындағы жаңалықтарын бөлісуге кірісті. «Жаным, енді баламыз болады. Осылай жүрген дұрыс емес. Уақыт болса өтіп жатыр. Екеуміз мүмкін болса тезірек үйленіп алайық. Балама тегімді берсем деймін». Күтпеген сыйдан Алма абдырап қалды. Не айтарын білмей ежектеп, «Ол, иә, негізі ойыңыз дұрыс. Бірақ үйленіп үлгереміз ғой. Ары кетсе жарты сағаттық жұмыс. Бізге маңыздысы баланың болашағы болып тұр. Осыны алдын ала ойлауымыз керек сияқты. Егер қандай жағдай болмасын, оны өмірге әкелетін анасының атында бір үй немесе кепіл бере алатындай дүние болмаса, бәрі бекер. Болашақта ол баламыздікі болады ғой бәрібір. Осы жағына қалай қарайсыз? Үйленсек, біздің ортақ дүние онсыз да баламыздікі болмай ма? Сен ондай дүниеге бас қатырмай-ақ қойсаңшы. Мен үйдің еркегімін. Екі отбасын асырай алатын жағдайым бар». «Дұрыс қой, ол жағына еш күмән кетірмеймін. Бірақ қандай жағдай болатынын болжап білмейміз ғой. Болашақта кепіл ретінде деп жатқаным ғой. Оны сосын көре жатармыз. Тек сен денсаулығыңа көңіл бөл», деді Асқар. «Менің ойым осы дүниелерге бөлініп кете береді. Жүрегім тыныштық таппайды. Аяғым ауыр болған соң әр дүниені уайымдайтын болдым. Менің көңілім тыныш болсын десеңіз, осы мәселеге назар аударыңыз», деп Алма аузын бұртитып еркеледі. Асқар күле қараған Алманың маңдайынан сүйіп, «Айтқаның болсын, сен босқа уайымдама. Онда мен шығайын. Ертерек шаруаларымды ретке келтіруім керек», деп Асқар күртешесін иығына іле шығып кетті. Бүгінгі жұмысын Әсеммен бірге бастады. Тұрып жатқан үйді толығымен Әсемге аударып, балаларының атынан депозит ашты. Әупірімдеп жұмыстар бітіп жатты. Алма да қарап отырмай, ары-бері ойланып, Әсемге қоңырау шалды. Өзінің аяғы ауыр екенін, Асқар оған қарағанда өзіне көбірек керек екенін жеткізіп, беталды мазасын алмауды өтінді. Әсем бұл жаңалықты естігенде сабырлық танытып, Алмаға сыр білдірмей сөйлескенімен телефонын қоя жүрегі ауырып, біразға дейін көңілі түсіп жүрді.
Асқар Алманың өтінішін орындап, қала ортасынан үй алып атына жаздыртып берді. Осыдан кейін үйленуге ұсыныс білдірсе де, Алма неше түрлі сылтау айтатынды шығарды. Ауылдағы шағын фирмасы да кері кеткен. Соңғы кездері Асқардың ісі алға басар емес. Бірнеше малын ұрлап, кірістен шығысы көп болды. Алма аяғы ауыр болғаннан түрлі қылықтар шығаратын болды. Өз ісін ашпақ болып, Асқарға миллиондап қарыз ақша алғызды. Арада бірнеше ай өтсе де, Алманың іші өспегені Асқарды ойландырды. Алма Асқардың сезгенін аңғарып, сырттай әрекет ете бастады. Асқар ауылдағы фирмасына кетісімен, сатылған үйдің ақшасы мен несиеге алғызған ақшаны түгелімен шотына салып, Астана қаласына ұшып кетті. Ауылдан ісін бітіріп келген Асқар есікті қақты. Танымайтын адам есік ашқан соң, Асқар таңдана бірден Алманы сұрады. Үй иесі үйді сатып алғанын, одан кейін ол әйелді көрмеген айтып шығарып салды. Ештеңе түсінбеген Асқар Алмаға қоңырау шалды. Телефон сөндірулі болып шықты. Жүрегі бір жамандықты сезгенімен, сүйетін адамын жамандыққа қимаған Асқар ертең хабарласар деген үмітпен Әсемге балаларына келген еді. Әсем Асқардан көңілі қалса да, балалары үшін үйге кіруге рұқсат етті. Түнімен неше түрлі оймен алысып шыққан Асқар таңертең тағы да Алмаға қоңырау шалды. Тағы да сөндірулі. Асқар не істерін білмей, түске қарай полиция бөлімшесіне келіп, Алманың жоғалғандығы туралы хабар айтты. Асқар ғашықтықтан көзін шел басқанын полиция Алма жайында қойған сұрақтардан кейін бірақ сезді. Алманың не туысын, не құрбысын білмейтін болып шықты. Болмаса неке қиып та үлгермеген. Бір білетіні қомақты қаражатпен бірге хабарсыз кеткені жайында ғана. Жақын туысы болмағандықтан Асқар Алманы жоғалған адам емес, алаяқтықпен қомақты қаражатты алып кеткен адам ретінде арыз қалдырды. Оның ойы қайтып болмасын Алманы аман есен тауып алу еді. Үйіне жеткен Асқар не ойларын білмей басы қатты. Алмаға хабарласса, телефоны сөндірулі. Арада бірнеше апта өтті. Асқар әбден әбіржіп кеткен. Алмадан да, полициядан да хабар жоқ. Ауылдағы ісі де күннен күнге кері кетіп барады. Банкке беретін қаражаттың уақыты жақындап қалған. Ал қалтасында бір тиыны жоқ. Әсем болса қабағы қатулы, үн қатпайды. Анасы ауылына қайтып кеткелі біраз болған. Үйдің берекеті қашып бітті. Асқар өткен істерге енді өкіне бастағандай. Таңертеңнен тұра бұрынғы әдетінше таксиге жүрмек болып, саяхат базарының алдында кілтін айналдырып тұрған еді. Кенет қара телефоны безілдеп қоя берді. Танымайтын номер екенін аңғарып, күдіктене сөйлесе бергенде полициядан хабарласып тұрғанын, тез арада бөлімшеге жетуін өтінді. Асқар Алмадан хабар алатынын сезіп, асыға бөлімшеге жетті. Семіздеу қарны шыққан орта жастағы баста жігіт орындықты нұсқап отыруын өтінді. Алманың суретін көрсетіп, танисыз ба? Өткенде ар жазғаныңыз осы қыз ба деп ашықтап сұрады. Суретті таныған Асқар бірден Алма екенін, оның қазір қайда жүргенін білуге асықты. Даусын қырылдатып алып сөйлеген полиция жігіт Асқарға асықпауын айтып, ентігін басты. Алманың бірнеше аты барын, басқа адамдарға да бөлек атпен танысып, қомақты қаражат алып із-түссіз жоғалғанын, Асқардан басқа 5-6 адам үстінен арыз жазғанын жіпке тізгендей жеткізіп берді. Қазір ол уақытша тергеуде жүргенін, кінәсі толық дәлелденсе 5-6 жылға қамауға алынатынын жеткізді. Қазір ол әйелдің қауіпсіздігі үшін ешкіммен кездестіруге болмайтынын ескертті. Естіген ақпаратқа сенер-сенбесін білмеген Асқар сол жан үшін отбасынан безінгенін, оның бар еркелігін көтеріп, ақмақ болып, соңынан алданып қалғанына қатты қапаланды. Іштей өзінің істегендеріне өкіне бастады. Ақша мен байлықтың буына алданған адам ақылмен емес, ақшаның күшімен шешім қабылдап үйренеді. Кейбір адамдар табысы артқан сайын күннен күнге өзіне емес, ақшасына сеніп, жалған дүниені жалпағынан басуға құмартады екен. Одан әрмен байсам деп өзгелерді елемей, бәріне өз күшімен жеткендей еркінсіп кетеді.
Менің күйеуім дәл солай өзгерді. Күннен күнге түрлі қылық шығарды. Соңында осындай жағдайға тап болды. Алма деп сеніп, сүйген әйелі алаяқ болып шықты. Бір айға созылған тергеуден кейін ісі толық дәлелденіп, 5 жылға қамауға кетті. Жақында ғаламтордағы бір сайттан ол әйел жайында Ақтөбенің сұлу сылқымы алаяқтықпен ұсталды деген мақала оқып қалдым. Бұқаралық ақпарат құрал өкілдері де ол әйел жайында ақпараттар жазыпты. Алдаған адамдары көп, көбісінен жоқ дегенде 10 миллиондап алған деп естідім. Сонша ақшаны не істеді екен? Осы жағдайлар да уақыттың еншісімен ұмтылып келеді. Қазір күйеуім ауылдағы фирмасына қаражат керек болып, мен өз атымнан несие алып бердім. Жұмысы ақырындап қалпына келіп жатыр. Балаларымның әкесі болған соң басқа амалым болмады. Өзі де қателескенін айтып, өткеніне өкінетінін, болған істерден сабақ алғанын айтып, менен кешірім сұрап жүр. Бәрібір бұрынғыша болмайды екен. Бірақ бұрынғыдай емес, балаларына көңіл бөледі. Отбасымызбен жиі қыдырамыз. Өзім әкеден ерте айырылған соң, балаға әкенің орны қаншалықты маңызды екенін жақсы білемін. Сондықтан да оларды ажыратқым келмейді. Мүмкін уақыт өте ол адамды кешірермін. Бірақ екінші рет сенім арту керек пе, жоқ па, соны білмеймін. Осы жағдайлар мені жауапкершілікті өз мойныма алу керектігін үйретті. Қандай жағдай болмасын, тек мықты болып, сабыр етіңіздер. Қалғанын Алла өзі реттейді.